Берік ағай көк төбедегі қара тастарды бүгінде ала алмай бос қайтты. Оларды алғызбаған Мұраттың атасы. Атам да қызық, айдаладағы тасты күзеткені несі? Деп ойлады ішінен Мұрат. Ауыл шетіндегі төбені жұрт көк төбе деп атайды. Атау, әлгі тастарды неліктен бермедіңіз? Деп сұрады Мұрат. Айналайын, ол тастардың өз сыры бар. Соғыс аяқталған кез болатын. Бірде ауылға палуан Қажымұқанның өзі келіпті деген қуанышты хабар тарады. Ел түгел осы көктөбеге ағылды. Қажымұқанның өнері барша халықты таңдандырды. Палуан бірнеше кіртасты қосақтап байлап тісімен көтерді. Білектей темірді мойнына орап майыстырды. Арбаға көп адамды отырғызып сүйреді. Ең соңында палуан шалқасынан жатты. 3-4 адам әлгі қара тасты оның төсіне қойды. Жұрт тына қалған. Денелі кісі ауыр балғамен тасты шірене соқты. Шаңқ кеткен дыбыспен бірге тастан от ұшты. Әлгі кісі тағы ұрды. Балға 3-ші рет соғылғанда қара тас қақ бөлінді. Оны сілкіп тастаған палуан орнынан жеңіл көтерілді. Ел шуылдап қошемет көрсетті. Сол палуанның алақанының табы қалған тастар ғой бұл. Нұрлан Есенов.